Ассалаумағалейкум көрермен, қазір ретро гараж сіздермен. Бүгін өте қызықты шығарылым болайын деп тұр. Тұрады тұрмайды айдары бірінші рет біз осы айдарды қазір сіздерге ұсынып отырмыз. Яғни сіздер бағалайтын боласыздар, көліктің өз бағасына тұратын тұрмайтын. Бүгін бізде 5 миллион 800 сұрап тұрған Ferrari болайын деп болмай қалған, енді болайын деп қойғанда, бірақ болмай қалған Toyota автокөлігі, Toyota MRS. Дәл Ferrari'дан ешқандай кемшілігі жоқ. Оның қозғалтқышы ортасында, артқы жетекті спорткар еме немене. Ендеше бүгін бізде шолуда Toyota MRS. Біз бастаймыз. Шолуды бастамай жатып кішкене тарихына үңіле кетейік. Әдеттегідей бұл көлік 1984 жылдан бастап нарыққа шыға бастаған. Ол кезде MR2 деген атауымен ең бірінші және де екінші дәуірінде көліктер шыққан. Ол жеңіл әрі өте кішкентай болғандықтан сол кездегі Toyota компаниясының ең аңызға айналған дрифт көлігі Toyota AE86-ға, яғни Хачирокуды білетін шығарсыздар, білмейтін шығарсыздар, сол аңыз көлікке өте қатты ұқсайтын болған. Сөйтіп, дәл осы шығарылым 1999 жылдан бастап, міне осы көлік, яғни MRS деп аталады, MR2 деп аталады, MRS Spider деп аталады. Міне осы көлік нарыққа шықты. Бұл көліктің енді сыртқы дизайнына келсек, бұл өте тюнингқа бейім көлік болып табылады. Сіздер ғаламтор желісін қарап отырсаңыздар, неше түрлі тюнингталған бұның түрлерін таба аласыздар. Тіпті мына көліктің өзі міне көріп тұрсыздар, кішкене тюнингтарға өзгерістерге ұшыраған. Мына жақта капоты мысалына дефлекторлар өзінікі емес деген секілді бұл орнатылған қосымша. Мына жақтағы шильдиктерінің өзі орнатылған, бөлегінен орнатылған. Және де артта көп нәрсесі бар, бұл өзінікі емес, бір жасалып істелген. Мысалы артындағы спойлері десек, сол секілді өзгертілген дүниелер мұнда бар, майда. Бірақ тіпті үлкен ауқымды өзгертуге ұшырау алдында қалған көлік бұл. Себебі Украинада қолынан мықты дүниелер келетін өнертапқыштар дейікші, өнертапқыштар осы көліктен Ferrari F430 жасап шығарған. Ойлаңыздаршы, дәл сол кадрларды біз қазір мұнда қоямыз. Дәл осы көліктен ештеңкесін кеспей, крылоларын алып, алдыңғы капотын алып, және де бамперін алып, өздері жасаған боди кит деп аталады, стекловолокнодан жасалған. Бізде Шымкентте біреу жасап жатыр. Егер мына көлікті, дәл осы көлік 5 миллион 800 сұрап тұр. Бұдан басқа тағы да бір 5-6 көлік бар. Соның біреуі Шымкентте, ол жасайым деп қолынан келмей қалған. Енді әркімге өзіне байланысты. Дәл осы көлікті егер сіздер осы бағасында алатын болсаңыздар, тағы үстінен кішкене ақша қосып Ferrari'ға өзгертіп аласыздар. Ол боди кит ештеңкесі өзгертілмейді, кесілмейді. Жаңа айтқандай, тек мыналары өзінің детальдары алынады, сол жай ғана киіле салады үстінен. Содан Ferrari болып шыға келеді. Бір қызықты жайт, мына есіктері өзгермейді. Есігінің ұзындығы, есігі кесіліп, мына жақта ішіндегі конструкциялары ештеңкесі өзгермейді. Тек қана мынандай алынып киілетін заттары ғана ғой. Ештеңкені кеспейсіз, ештеңкені жалғап, жамап, ондай жасаудың қажеті жоқ, жай ғана ауыстыра саласыз. Ойлаңыздаршы, мынандай ғана көліктен сіздер Ferrari жасап аласыздар. Пікірлерді жаза кетіңіздер, егер сіздерде осындай көлік болса, сіздер жасайтын бедіңіздер Ferrari. Бірақ зауыттан шыққан күйінде мына көлік Porsche Boxster'ға өте қатты ұқсайды. Енді алдыңғы фаралары ұқсамайды, бірақ бұлай шетінен қарасаң, алыстан бір қараған кезде мынау Porsche Boxster'ға өте қатты ұқсайды. Тіпті қалада бүйтіп далада көріп қалған кезде адамдар ең бірінші кезекте мынау Porsche па деп ойлап қалады. Сол себепті енді Toyota'ның қолынан келді дейікші, дизайнерлерінің қолынан келді. Өздерінің спорткарларын әлемдік андай Porsche секілді, Ferrari секілді нағыз спорткардың майталмандарына ұқсатуға. Енді артқы жағына келейік. Экстерьерін жалпы барлығын айтып шығайын. Экстерьерінде мына жақта бағана айттым, спойлер қойылған. Бұл өзінікі емес. Мыналар да өзінікі емес. Жалпы әдеміленіп жасалған ғой осы. Ешқандай артық болып тұр деп ойламаймын. Өте әдемі болып тұр. Себебі мына жақта артыңғы жарықтандырғыштары, алдыңғы жарықтандырғыштары өте үлкен бұның. Соны өйстіп спойлер қойып болса, өте әдемі көрінеді деген ойдамын. Сіздердің ойларыңыз қалай, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Маған өз басы ұнап тұр. Енді сыртындағы краскасына келсек, өте әдемі, еш жерінде сырылып, жырылып, бір жерінде түсіп қалып жатқан жерлерін көріп тұрған жоқпын. Міне мынау әдемі.
мына жақта қозғалтқышы мына ортада болғандықтан ауа осы жақтан кіреді радиаторға, яғни воздухозаборник дейді ғой орысша, қазақшасы қалай? Ауа кіретін жері міне воздухозаборник. Егер білсеңіздер, воздухозаборниктің қазақшасын мұнда жазыңыздар. Біз білмей жатырмыз. Міне ауа кіретін жер осы жерде. Кішкентай ғана көлік. Бұның салмағы 1 тоннаға да жетпейді. 990 килограмм. Ал ұзындығы, міне, ұзындығы менің үлкен 3 шагым және де кішкентай шаг. Бұл 3-8, яғни 3800 сантиметр. 3 метр 800 сантиметр ғана ғой. Салмағы 990 килограмм. Ойлаңыздаршы, бұл 6-8 секундта 100-ге баратын қозғалтқыш. Өзінде 1-8-ақ объем бар. 1-8-ақ бұл не ол? Мысалы, қазіргі спорткардарға қарасаң, оларда турбасы бар, бір нәрсесі бар, бір нәрсесі компрессоры бар. Мұнда ешқандай жоқ, кәдімгі атмосферник 1-8 объеммен, бірақ 6-8 секундта 100-ге барады. Себебі бұл өте жеңіл көлік, және де развесовкасы өте ыңғайлы жасалған өзіне. Өзінің салмағын спокойно көтеріп алып жүгіріп жүретін көлік қой, короче. Енді экстерьерін мен әлі сіздерді таныстырып жатырмын. Үлкен, прям үлкен фаралары, масқара үлкен ғой мынау деген. Енді мен сіздерге қозғалтқышымен таныстырайын. Бұл жақта не қозғалтқыш орнатқан, жаңадан бері айтып жатырмын. 138 жылқының күші бар деп. Міне қозғалтқыш ашатын жері мына жерде. Капотты ашатын жері. Деп мына жерден капотты ашамыз да, артқа қарай кетіп бара жатқанымызша, себебі капот дегені бұның мынау міне. Қызық, Мынау мысалы капот қой, бұл жерде қозғалтқыш тұрады. Бірақ жай ғана көтере салсаң ашылады. Мына жақта бір ZZ Effect деген қозғалтқыш тұр. Бұл 4 цилиндрлі, 138 жылқының күші бар. Ешқандай ерекшеліктер жоқ. Кәдімгі Corolla мен Celica-ларда қойылып жүрген мотор. Бірақ бұл жаққа көлемі 2 3S GTE деген моторлар қойылады. Одан бөлек мен көрдім, Ресейде Subaru-дың да қозғалтқыштарын қоятын адамдар көп екен. Бірақ дәл осы көлікте стоковый қозғалтқыш, өзінің зауыттан шыққан қозғалтқышы 1ZZ F7 деген. Жаңа айтқан 4 цилиндрлі. Басқа ештеңкесі жоқ. Міне аккумуляторы кішкентай ғана, өзіне тән осы жерде міне бачогы, басқа бүйтіп алып қашар ештеңкесі жоқ. Қызық, міне. Мен қазір капотты жауып отырмын, ауыр екен. Ауыр дегенде қалай? Қолым ауырып тұрған, мен сол үшін ауыр болып тұрмын. Әдемі жаулады. Енді багажнигін көрсетейін. Мына багажнигін былайынан ашып, мына жерден ашып, мынаны тартасың. Әне. Қарапайым багажникті ашу үшін қанша движение жасау керек, Тық болғанға ана жерде кілтек қойсаң, ешкім багажнигінді ашамайды. Мен багажник ашайын деп жатырмын. Міне, кішкентай ғана өзінің багажнигі бар. Мына жерде ашылады. Мына жерге футболға баратын, теннисқа баратын заттарың сият, одан басқа ештеңке сыймайды ғой. Енді өзің ішінде әрең сыйып отырған спорткарға не сыйғызғың келіп отыр? Бұған әшейін анау бүйтіп Louis Vuittonның сумкасын алып келіп лақтырып жіберіп деген секілді бір нәрселер болмаса, басқа ештеңке сыймайды мына жерге. Вот осы барлығы пластмассамен жабылған, анау Lexus'тардағыдай тиіп қашар ештеңкесі жоқ. Багажнигі осы. Мұны жерде міне құлтанатын екі зат қойғыштары болған. Ол зат қойғыштарын, ашылма құлтақ болған деймін. Зат қойғыштардың орнына мына жерде колонка, сабвуфер тұр, көрдіңіздер ғой. Бұл сабвуферді қателеспесем $1200 қойдыртқан. Енді ол кездегі курспен қазір ол примерно бір 500 мың, жарты миллионның үстіндегі, жарты миллион тұратын сабвуфер орнатылған мұнда. Мына жерде міне усилителі бар. Екеуін аштық. Қараңыздар, мына жерде міне сабвуфер, осындай ұзын сабвуфер, көрдіңіздер ме? Мынаның ортасы жабылмаған, негізі зауыттан шыққанда да жабылмаған. Егер сіздер мынаны құлтап кетсеңіздер, мына жағынан қолын тығып, мына жақтағы затты ала алатын едіңіздер. Көрдіңіздер ме? Осындай үлкен сабвуфер мына жаққа сиіп кеткен ғой, кішкентай ғана жерге. Жауып қойайық. Осындай кішкентай жерде зат салатындары көп болу керек қой негізі. Фишкалары мен ерекшеліктеріне тоқталайын. Мына жақта JVC кәдімгі магнитофон тұр, қолдан қойылған. Мұнан барлығы енді желдеткіштері, ешқандай таңғаларлық ештеңкесі жоқ.
Бұл көлікте механика орнатылған, ол өте дұрыс. Себебі автомат орнатылған түрлерінде сіз дрифт жасамайсыздар. Ал бұнда кішкентай артқы жетекті орта моторлы, яғни бүкіл салмағы артқы жағындағы көлікпен дрифт жасау керек. Сол себепті дрифт үшін механика өте ыңғайлы. Бұл жақта 5 ступкалы, 5 қадамды механика. Бұл жақта барлығы қолмен жасалады, механический кнопкамен емес. Міне пул дегенді тартасыз да, и қолмен бүйтіп кәдімгі курткаңызды киген сияқты фук өткізіп жаба саласыз. Қызық, мына астын тіреу үшін, мыналардың барлығын тіреу үшін мына жерде міне өзінің орнатылған темірлері бар. Сол темірлеріне патайын келтіріп, мынаны бүйтіп кигізу керек, міне шық еткізіп. И бұл жабылады спокойно. И бүйтіп қайттан ашылады, міне. Кнопкасын басасыз, мынаны тартасыз. И бүйтеді, фук етіп ашылады да, қайттан орнына тұра қалады. Қалай, ұнап жатыр ма? Егер 5 миллион 800 ақшаларыңыз болса, осындай көлікті алатын бедіңіздер. Егер сіз отбасы құрмаған болсаңыз, егер сіз бойдағы өмірдің ең қызық сәттерін көріп жүрген болсаңыз, онда бұл сізге нағыз көлік деп ойлаймын. Toyota ғой. Toyota деген надежность деген сөз. Надежность деген бұзылмайды деген сөз. Бұзылмайды деген ол рахат деген сөз ғой. Сол себепті мына көлікті бұзылмайтынына сенімді болсаңыздар болады. Кофе ішіп отырсаңыз, кофе қойып қоятын тіреуіші бар, қараңыздар. Күшті да? Кішкентай нәрсеге осынша көп нәрселерді сыйғызған ғой. Егер осының барлығының ішінен затымды қайда қоям, документімді қайда қоям десеңіздер, мұны жерде міне фук еткізіп, документ қоятын жері де бар. Мына көлікпен андай бір бұзықшылық жасағын кеп тұрады, бір нәрсе жасағын кеп тұрады, қатты айдап бір жерге кіріп кеткін кеп тұрады. Ендеше ішіміздегі фантазияны қазір орындайық. Сол себепті қазір айдап сіздерге бұл көлік жолда, трассада қандай екенін көрсетейік. Кеттік. Саймандар панельде. Панель приборовтың қазақшасы Саймандар панелі. Біздің бір оқырманымыз айтты. Саймандар панельде кішкене алдында мен 911 Porsche түсірдім, соңғыне келеді екен. Өте ұнап жатыр. Және де артындағы глушитель. Оның қазақшасын енді сіздер тағы да айтыңыздар. Глушительдің қазақшасы не? Түтіндеткіш па? Түтіндеткіштің дауысын қараңыздар. Айбай! Мына жақта бір 1.8 объем емес, бір андай 3.8 турбо мотор тұрған секілді дауыс шығады ғой. Бісміллә деп трассаға тегіс жолға түсіп айдап көрейік. Дауысы кайф. Мына сіздерге от первого лица көрсетіп жатырмын. Қалай кайф па? Шық келе жатырмыз ғой. Айтамайым, оны кішкентай кәдімгідей картинг айдап келе жатқан сияқтымын, жынды сезім. Картингта болады ғой андай, жылдам повороттар. Сіздерге ұнап жатыр ма, құрметті оқырмандар? Сіздер үшін тырысып жатырмыз. Осындай ерекше көліктерді көрсетіп, енді жаңа айдар қосылды, тұра ма, тұрмай ма деген. Сіздерде қалай, тұрып жатыр ма деп. Өзім түсіріп келе жатыр міне. Мәна повороттарда кәдімгі күшті кіріп жатыр. Бірінші адамның көзімен, екінші адамның көзімен түсіріп жатырмыз сіздерге. Қалай, ұнап жатыр ма? Айтып тұрмын ғой андай, өзіне объемы да бензинді де көп жемейді. Бір 7 литр жейді бензинді 100-ге. Рахат қой мынау деген. Түрі де спорткар. Моторы артында Феррарилер сияқты. Оқты, заводқа кіріп көрейік та, МФС, Мосфантет құсап. Кеттік заводқа. Қашатын жер іздеп жүрмін әлі. Не кайф қой мына машина. Ыңғайлы, ухты, КамАЗ, абайла. Дірілдеп атса ренжімендер жігіттер. КамАЗ өте маған жерден біз өтіп кеттік. Спокойно. Біз заводтың ішінде шаң кіретін болды мұнан ішіне масқара. Жылдам маневрнысы өте мықты екен. Любой жерге кіріп кетеді ғой тек. Ақырай шақырып отыр, шығыңдар деп. Шығыңдар. Бісміллә. Қалай ұнады ма жігіттер? Енді сіздерге қалай бұл артқы жетекті көлікпен кішкене болса да дрифтовать етіп көрмейміз деп, дрифтовать етіп көрейін деп жатырмыз.
Енді қолдан қатты келмейді, әрине, бірақ мынандай кішкентай жерде қазір 1-2 маневр жасап көреміз. Бісміллә. Енді ішіне шаң кірмесін деп қазір крышасын жауып алайын. Қалай ыңғайлы жабылады, крышалар. Төбесі потологы. Так, терезесін көтеріп алайық. Ал, бісміллә деп. Айта алмаймын қандай шаң болып кетті да. Қалай ұнап жатыр ма? Сіздер үшін енді түрлі контент жасауға, барынша ұнатуға тырысып жатырмыз, құрметті көрермендер. Мына көлік енді өз бағасына тұра ма, тұрмай ма, оны сіздер шешесіздер. Егер сіздердікі тұрса, ұнаса бұл көлік, онда бұл өз бағасына тұрады деп түйіндегі. Астына жазыңыздар не себепті тұрады, және де тұрмайды дейтіндер не себепті тұрмайтынын жазыңдар, қандай көлік алатын едіңдер жазыңдар, және де лайк басып, міндетті түрде пікір қалдырып, және де мына тұрған бұрыштағы колокольчикті басып қойыңдар. Себебі біз қаншама машина түсіріп жатырмыз, сіздер көрмей қалып жатсыздар. Сол үшін ешқандай видеоны жіберіп алмас үшін міндетті түрде мына жердегі қоңырау тұрады, соны басып қойыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазретро гараж әрқашанда сіздермен, келесі кездескенше.